Бас прокуратура Қазақстанда тыйым салынған таблиғи жамағат экстремистік ұйымның негізінде құрылған Яқын Инкар ұйымының еліміздегі заңсыз қызметін анықтады. Көрсетілген ұйымның шынайы мақсаты жекелеген мемлекеттерде, соның ішінде Қазақстан аумағында конституциялық құрылысты күштеп өзгерту, егемендікті бұзуды болжайтын халифат құру. Аталған ұйымның ұстанушылары қақтығысқа алып келу мүмкіндігін біле тұра, өзге діндерді жоққа шығаруда. Бұл әрекеттер діни экстремизм ұғымының белгілеріне сай келеді. Яқын Инкар мүшесі болған Қазақстанның жекелеген тұлғалары біздің еліміздің аумағында экстремистік әрекет жасағандықтар үшін бас бостандықтарынан айыруға сотталған. Қылмыстық істер шеңберінде осы ұйым мүшелерінің Қазақстан аумағында топтар құру ниеттері болғандығы анықталды. Осындай негіздер бойынша Яқын Инкар ұйымы Қырғызстанда экстремистік деп танылды. Осыған байланысты Астана қаласының прокуратурасы прокуратура туралы заңмен негізделген өкілеттіктерін іске асырып, сотқа Яқын Инкар ұйымын экстремистік деп тану туралы арызбен жүгінді. Астана қаласының Есіл аудандық сотының 2018 жылғы 10 қазанындағы шешіммен аталған арыз толық көлемде қанағаттандырылды. Сотпен Яқын Инкар ұйымының әрекеті экстремистік деп танылып, оған Қазақстан Республикасының барлық аумағында, соның ішінде ақпараттық материалдар, бұқаралық ақпарат құралдары, телекоммуникация, әлеуметтік желілері, мессенджерлер және бейне-хостингтер арқылы таратуға тыйым салынды. Құрметті азаматтар, Бас прокуратура сот шешімінен кейін Яқын Инкар экстремистік ұйымының әрекетіне кез келген қатысқаны және қаржыландырғаны үшін Қылмыстық кодекстің 182, 258 және 405 баптарына сәйкес қылмыстық жауапкершілік көзделгенін түсіндіреді. Қатысу әрекетіне Яқын Инкар ұйымының идеясын үгіттеу және насихаттау, оның жарияланымдарын, парақшаларын, посттарын, пікірлерін және басқа да ақпараттық материалдарын дайындау, шығару, көбейту және тарату жатады. Қаржыландыру ұғымына Яқын Инкар ұйымына ақшаны, өзге де мүлікті беру, немесе жинау, сыйға тарту, айырбастау, қайырмалдық жасау, спонсорлық және қайырымдылық көмек, ақпараттық және өзге де қызмет түрлерін көрсету жатады.